Құрметті көрермендер, мен YouTube влогыма қош келдіңіздер. Ағылшын Премьер Лигасының 35-ші турының аясында Вест Хэм Ливерпуль матчын тамашалаймыз. Билет сатып алушылар да, сатушылар да барлығы толып жүр. Жалпы Лондон Стэдиумнан 2012 жылы жазғы Олимпиада ойындарына арнайы құрастырылған және кейін осы жергілікті Вест Хэм командасына берілген. Бүгінгі ойынға билет табу аса қатты қиындық туғызған жоқ. Билеттер сатылымда бар. Міне біздің билетімізді тексерді. Вест Хэмнің жанкүйерлерінен сұхбат алып көреміз. Anyone for the match special, take cash or card. So for how long are you supporting West Ham? Since 1979. My best pal's cousin was Ray Stewart, who is a legend for West Ham. To be fair, 3 seasons in Europe, I'm very happy. It's difficult to come watch the football sometimes. It's not a great football, but We're both playing quite poorly in recent weeks. Okay. I think their title hopes are a bit more crushed than our hope for getting into Europe. Yeah. So I feel like we've got a little bit more fight to get. And how long are you supporting West Ham? All my life. So My name is Jürgen. Nice to meet you. Jürgen? Yes. Like Klopp? No, not Klopp. Jürgen. Jürgen Klopp. So what do you think about the season? Played in Europe, which is always good. Maybe we can concentrate on the league next year and start rebuilding the team. We have the oldest team in the Premier League and we have the least amount of players used this season in the Premier League. So when you combine the two together... When did you start supporting the team? I was 55 now. So 50 years ago. Yeah, that's grey hairs, as you see, and go and bump at the back. Some of them due to voice. The team, yeah. Smaller ground, everything. Real supporters, 35,000 supporters only, but proper West Ham supporters. West Ham, yeah, proper here, not here. It's not been a great season, you know. Obviously, we won the Europa Conference League last year, which was fantastic. You know, we lost Declan Rice; he was such a key player, and you can't have great seasons every season. You know, you've got like 2 drunks at a bar at the moment, so you know Liverpool aren't playing well. We're not playing well. 4 фунтқа міне осында ресми программасын алуға болады. Ойыншылардың тізімі, жаңалықтар барлығы бар. Қос командада алдыңғы турда ұтылып, осы ойында жақсы жетістікке жететін ниеттері бар. Енді оны көре жатамыз. Юрген Клопптың соңғы ойындарының бірі. Кешегі пресс-конференциясында айтқаны бойынша, сіздер қашан Ман-Сити мен Арсеналдың 2 рет қатар ұтылғанын көрдіңіз дейді. Алайда олар 2 рет қатар ұтылып атса, Ливерпуль сол жерде болу керек деген пікір айтып. Стадионға кіруге жақындап қалдық. Біздің кіру секторы А. Бұл жерде осындай белгілер бар. Осындай темір боғаттар бар. Көретін болсаңыздар, адамдардың барлығы сыраларын ішіп. Құрметті көрермендер, қазір стадионға кірдік. Мына жердегі көріністі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Есеп 1-0. Вест Хэм алға шықты. Ливерпульдің чемпиондыққа деген үміті үзілген сияқты. Алайда алда екінші тайм бар. Екінші жартыдан көре жатамыз. Қазір болса үзіліс. Қазір үзілісте сусын ішіп тамақ жеп қайтамыз. Бұл жерде енді атмосфера да керемет. Барлығы әрине
Есеп 1-0 болғандықтан жергілікті жанкүйерлердің барлығы мәз. Екінші тайм басталды. Және астына барып кофе тамақ алып алдық. Енді осындай Лондонның салқын күнінде осы ойынды ары қарай тамашалай береміз. Ал, гол! Ливерпуль соғып кетті. Жергілікті жанкүйерлердің барлығы ашулы. Әне бұл гол салған кезде қуана да алмаймыз, өйткені біз ВестХэмнің жанкүйерлерінің арасында отырмыз. Алайда гол өте әдемі кірді. Есеп әзірше 2-1. Ливерпуль жанкүйерлері ойламай қалды. Бір 2-3 мың ғана адам. Дауыстар өте жарқын шығады. Лондон Стэдиумға 62.500 жанкүйер сияды екен. Бүгінде міне қарайтын болсақ, ине шаншар жер жоқ. Got to win that. Take him out! Yeah, we wanted to win really, but yeah, thought we played really well. Good result 2-2, stopped them winning the league, so we're happy with that. Okay, nice. How long are you supporting West Ham? I went to my first game when I was 6, so I'm nearly 50, so quite a long time ago. Okay, yeah. And now you're bringing your son? Yeah, his first game was at 2 years old, so... It's like a family heritage continuing. Absolutely, yeah, my dad's there as well, so... It's like 3 generations. Yeah, absolutely. Also, what is your family name? Butler. Yeah, the 3 generations of butlers? Yeah, we're all here. Absolutely, yeah. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі ВестХэм Ливерпуль ойыны аяқталды. ВестХэм жанкүйерлерінің қуаныштарында шегі жоқ. Неге десеңіздер, Ливерпульдің чемпиондыққа үмітін үзгендеріне өте қатты қуанып отыр екен. Ойынның біткеніне қарамастан, мына жерде көптеген жанкүйерлер әлі де сыраларын ішіп, әңгімелесіп, ресми дүкеніне өздеріне сувенир алу үшін кірейін деп тұр. Көптеген жанкүйерлермен сөйлесіп интервью алдық. Осылай да каналымызды жүргізе береміз.